Келесі кіре берсін. Ассалаумалейкум, братан, қалайсың? Мен қыз балам дұрыс амандас. Сәлем алейкум. Айта бер, неге келдің? Жаңа жұмысқа тұрайын деп едім ғой соны. Енді сен мына жер жұмысқа алатын жер ма? Жоқ, біліп өтін, бәрін біліп өтін, прекрасно біліп өтін, нормально. Жоқ, жаңа жұмысқа тұру керек дейді да, соған мынандай бүйткен үлкен бір тиын тебен керек дейді ғой. Тиын тебен емес, түйін деме. Сондай бірдеңе. Сондай бірдеңе. Жарайды, атың кім? Аты жөнің? Галек 88. Сен менімен ойнап тұрсың ба? Жоқ, біліп өтін. Мен мына жерде ойнап отырмын ба? Жоқ, біліп өтін, бәрін біліп өтін. А? Жоқ, біліп өтін. Әкеңнің атын толық айтшы, әкеңнің атын. Сөйтіп айтсаңшы енді. Матрос көшесіндегі, Киріптегі Бауыржанның баласы Галек 88. Туған жылың? Жылан жылы. Сен менімен ойнап тұрсың ба? Жоқ, біліп өтін, Жоқ, біліп өтін бәрін. Мен мына жерде ойнап отырмын ба? Жоқ, біліп өтін, мен прекрасно біліп өтін ғой бәрін, конкретно. Не дейсің? Как она есть. Қанша тіл білесің? Бірақ тіл ғой сол. Қандай тіл? Қызыл. Үйленгенсің ба? Ондай қатты үйленген жоқпын. Үйленгенсің ба деймін? Шақырса келейін деп бердің де. Мына жерге жазам. Жазбай қойшы, тойға адам көп келеді өзі. Қандай жұмысқа тұрайын деп атсың? Жаңа нағашы братан айтып еді ғой, Астанада шамалы стройка бар, соны отырып деп еді ғой, ауылда жатсың ғой, жатсың ғой, шамалы тірлік істешейші деп еді ғой. Мына жерге жазып қойайын ба? Нағашы братан шақырып атыр еді ғой ауылда. Стройка бар қалада. Екеуміз қосып бір движение істемейміз ба? Жауапкершілігі шектеулі серіктестік деп жазып қойайын ба? Давай, жазып қойшы, братан ырза болып қалсын. Ойнап отырма мен арада. Телефон номеріңді айт. Маяк тасташы, өзім хабарласам. Мына жерге жазып қоям деймін. Мына жерге жазып қойшы, маяк тастаса өзі хабарласады деп. Сен мен ақымақ қылып тұрсың ба? Жоқ. Мен мына жерде ойнап отырмын ба? Отылып қалдыңыз ғой. Жоға!